Таңертең ұйқысынан оянған ерке тағы мазасы болмай тұрды. Күндегі көріп жүргені осы. Еңсесі бір көтерілмейді. Күлкіні ұмытқаны қашан. Бір жері ауырып жазылса, екінші жері ауырады. Ол жері қойса, қайтадан басқа жері шығады. Өзіне не болып жүргенін білмейді. Күндегі уайымы осы. Іштей тынып жүретте қояды. Ауруханаға тексерілсе, барлығы жақсы, сараптама қорытындысы керемет деп шығарып салады. Бәрі керемет болса, неге ауыра беремін деп ойлайды. Міне, қазір де тағы сол делдал болып тұрғаны. Ештеңге зауқы жоқ. Жата бергісі келіп тұр. Бірақ өзімен өзі тілдесіп, ерке, осылай жата бересің бе? Өз-өзіңе кел, өзіңді жинақта, тұр да шық деп қояды. Өзінің ойының айтқанын жасап сүйретіліп сыртқа шықты. Жатсам, жата бергім келеді. Одан да таза ауа жұтайын деп біраз далада отырды. Ата-анасы барлығы жұмысқа кеткен. Үйде тек жалғыз өзі. Айналаға қарап біраз отырды. Көзіне күн түскенде ғана есін жиғандай болды. Біраз уақыт болып қалыпты ғой, жуынып келейін деп жуыну бөлмесіне кірді. Ол жерде де кішкентай айнаға қарап тағы тұрды. Ары-бері бетіне қарап, бұрынғы ерке қайда? Көлеңкесі де қалмады ғой. Ашық жарқын жүретін едім. Қазір оның бірі де жоқ. Солғын тартқан түріне қарап жымиып қойды. Түрінен күлкінің ешқандай белгісі білінбеді. Сыртқа жымиып өтірік күлгеніңмен ішің күліп тұрған жоқ қой, кімді алдайсың, деп өз-өзіне сөйлеп қояды. Неге бұлай болып кетті өзі? Неге мазам қашып кетті? Әбіржіп те кеттім. Бәрі сол кезден кейін болды ғой. Күлкіні де ұмыттым. Енді қалай өзімді жеңсем екен дейді. Өз оймен арпалысқан ерке ішке кіріп шай ішпестен тағы жатып қалды. Көз алдына құрбысының алдап, ағасына апарып бергені бәрі елестей берді. Осыдан 3 жыл бұрын аңғал ерке көңілді жүретін. Сәл ғана нәрсеге қуана білетін қыз еді. Қалай жұмысқа тұрды, Жансаямен танысты. Жансая аузын ашса жүрегі көрінетін қыз екен. Еркеге ұнай кетті. Өйткені өзі де сондай көңілді жүргенді қалайтын. Жансая екеуі жақсы араласып кетті. Негізі Жансая қаланың қызы. Ауылда тек жұмыс істеп жүр. Өзі бір апаймен бірге бір бөлмені жалдап тұратын. Кейін ерке пәтерге ақша құртқанша бізге келіп тұрсаңшы, деп ұсыныс тастады. Соны күткендей Жансая ол жақтан кетіп, еркенің үйіне көшіп келді. Еркенің анасын әпшелеп, әкесін көкелеп тұратын. Бұлай көке әпшелеп жаны қалмай тұратын қызды кім жақтырмасын? Жансаяны еркенің ата-анасы да жақсы көріп кетті. Барын алдына тосып отырса, кімнің кеткісі келеді? Жансая сол жүргеннен еркелермен 2 жыл бірге тұрды. Кейін жұмысын қалаға ауыстырды. Енді 2 құрбы уақыты болса қалада жолығып жүретін болды. Сондай бір кездесудің соңы еркенің ақ босағаны аттауымен аяқталды. Алдын ала еркенің қалаға келетінін біліп, Жансая бәрін ұйымдастырып қойған. Үй іші келін түседі деп сол күні дайындалған. 2 құрбы кездесіп, сырласып, бірге тамақтанып болған соң, сені шығарып саламын. Тек үйден бір зат алып алайыншы деп үйіне еркені ертіп келген еді. Жүрсеңші деп үйіне кіргізді. Қайдан білсін? Жансая еркенің үйінде емін-еркін жүреді ғой. Бұл да солай ойлап кіре қалды. Ішке кіргеннен топырлаған адамдар. Біреуі келіп ақ орамалды жауып жатыр. Түкке түсінбеген ерке орамалды жұлып алды. Не болып жатыр өзі? Деді ерке. Ашуға булыққанын көріп, Жансая еркенің қасына жүгіріп келе қойды. Жүрші сөйлесейікші деп басқа бөлмеге кіргізді. Кіре сала, ерке, ренжімеші, өтініш, ашуланбашы, сенімен жақсы құрбымын. Достығымыз ары қарай жалғасын тауып, маған жеңге болшы. Бір-бірімізді танимыз. Бөтен жер емес қой, деді Жансая. Не деп тұрсың, Жансая? Мен сенің ағаңа тұрмысқа шықпақ түгілі танымаймын да, көрмегемін де ғой. Қызықсың сен. Болмайды, мен кетемін. Алдап алып келгенің не? Мұндайды алдын ала айтып, бірінші ағаңмен таныстырмадың ба? Мүмкін өзіміз
сөйлесер ме едік? Енді келіп сен ортаға түскенің не? Ағам момын, қыздармен онша сөйлесе алмайды. Аты Ғани, жасы 29-да. Мен осылай ортаға түсіп араласпасам, ол жүре береді. Ерке, менің қандай екенімді білесің ғой. Айтшы, мен сияқты қайын сіңлің болғанын қаламайсың ба? Деп қиылып тұрды. Келіспей отырған Ерке де ойланып қалды. Жансая әп-әдемі, сүйкімді, жақсы, ақ көңіл қыз. Мұны туған ата-анасы да, ағасы да жаман болмаса керек. Жасымда 24-ке келіп қалды. Мүмкін бірінші бақ деген, осында қалғанымда дұрыс па екен? Мүмкін менің тағдырым осы шығар деп ойлады. Жарайды Жансая, ағаңмен сөйлесіп көрейін деді. Қуанып кеткен Жансая жүгіріп барып ағасын ертіп келе қойды. Ағасы Еркенің ойлағандай болмады. Түрі мүлде басқаша, басқа үйдің баласы дерсің. Бетінде тыртығы бар, шашы тым қысқа, арық келген қара торы жігіт екен. Мұны көрген Ерке кішкене алдыңғы ойынан айнағандай болды. Бірақ қайтадан сабасына түсті. Бұл да бір үйдің мәпелеп өсірген баласы. Олай төмендетпейін. Ешкім білмейді алдымызда не күтіп тұрғанын деп өзін өзі басты. Не керек, түрін ұнатпаса да мінезі жақсы болар деп Ерке сол үйде келін болып қалды. Айыпшылар барып, қуғыншылар келіп, жөн жоралғы жасалды. Ертесіне кішігірім қылып беташар жасап берді. Барлық шамалары жеткені осы шығар деп мән бермеді. Барлық қонақтар үйлеріне тарап, Ерке енді өз қызметіне кірісті. Шашылған үй, ыдыс-аяқ бәрін түгелімен жинап, бөлмеге кіріп жатып қалды. Ол кезде Ғани бір жаққа шығып кеткен. Сол кеткеннен мол кетіп, ертесіне бірақ оралды. Өзі енді ғана келін болып түскен. Оның үстіне ұнатып отырған бұл жоқ. Ғанидың қайда жүргені бәрібір болды. Солай келіндік қызметі жалғаса берді. Ғани бір күн үйде, бір күн түзде жүретін еді. Бірақ қайда кеттің деп сұрамайтын да. Ғани мен жаңа отбасы Ерке ойлағандай болмай шықты. Дөрекі, бір-бірімен айқайласып қала беретін отбасы болды. Шәй ішіп отырса, ата-енесі ренжісіп қалса, айқайлап, аузына келгенді айтып отыра беретін. Өздеріне үйреншікті жағдай секілдеді. Олардан туған ұл да қайда барсын? Бастапқы бір аптасында ғана момын сияқты болып жүрді. Кейін өзінің мінезін көрсете бастады. Сәл ойлағаны болмай қалса, қабағы түйіліп, көзі шатынап кететін. Ондай кезде Ерке қатты қорқатын. Өйткені түрі мүлдем басқа болып кететін. Кейде тек қабағын түйіп қана қоймай, бір жұдырық беріп отыра беретін болды. Әке-шешесі де бейғам отыра беретін. Неге ұрдың деген ойда келмейтін. Бір қарап қойып, шайларын қайта жалғастыра іше береді. Әсемнің бұл отбасыға келін болып түскеніне бір айдай уақыт өтті. Келгеннен жаңа отбасының сырын әбден меңгеріп алды. Өзінің шыққан отбасына мүлдем қарама-қайшы еді. Не жарытып тамақ ішпейді, ата-анасы жоқтан басқа айтпайды. Жоқ деп отырса да үстеріне жабыстырады да отырады. Өздері үйде көп отырмайтын. Ана үйге, мына үйге кетіктеп кетіп қалатын. Соңғы кезде ешбір жылуы жоқ үйге келгеніне өкініп те жүр. Неге қалдым екен? Жансаяға қарап, отбасыда жаман емес десем, жай бәрі іштерінде екен ғой. Сеніп қалған Жансая да қазір өзгерген. Ағаң қол көтеретін шығарды, сөйлесіп көрші. Мен айтсам, айқайлап кетеді десе, өзің кінәлі, жөндеп қарасаңшы ағама, дейтін болды. Одан кейін айтудың да керек еместігін түсінді. Өз төркініне де айта алмайды. Іштей тынып жүре берді. Күздің алғашқы ай еді. Ол кезде Еркенің енді көтерген кезі. Алғашқы айдағы жүктілігі ауыр тиіп жүрді. Жығылғанға жұдырық деп, өзі әрең жүргенде Ерке суықтап қалды. Денесі ауырлап, қақсап жата бергісі келетін. Оны түсінген не жолдасы, не ата-енесі жоқ. Тұр, қарнымыз аш деп тұрғызатын. Ауырып жатырмын, Ғани, маған дәрі әкеліп берші, десе, өлмейсің, ақша жоқ. Одан да тұрып шай ғой. Ыстық шай ішсең де жазыласың дейді. Амал жоқтан тұратын. Шай ішкенімен басылған тұмау жоқ.
одан сайын асқына берді. Бір жағынан жөтел қосылды. Жөтелгенде іші қатты ауырып кететін. Ауырып тағы бір ай жүрді. Денсаулығын қалай деп жатқан біреуі жоқ. Тек айтатыны шай тамақ қашан дайын болады дейді. Шыдамның да шегі бар. Бір күні қатты ауырды. Басы қатты ауырып, жөтеліп, бір жағынан іш тартып ауыра берді. Ата енесіне айтса ештеңе істемейтін анық. Ауруға шыдай алмаған ерке болды, не болса о болсын, анама айтамын деп шешті. Анасына хабарласып, барлық жағдайды айтты. Сөйлей алмай жылап жіберді. Қызының қиналып тұрғанына шыдай алмаған анасы әкесін ертіп еркеге келді. Ішке кіргеннен ата енесі «Ой, құдағи, қайдан жүрсіз?» деп жымиып шыға келді. Ерке ауырып қалыпты ғой, жаңа хабарлассам ауырып жатырмын деді. Жаным тынбай әкесі екеуміз жағдайын білейік деп келдік. Жай тұмау ғой, терезені ашып жүреді, судан салқындағанда әйтпесе сапсау деп қойды. Мұны естіген анасының ашуы келді. Бірақ онысын көрсетпейін деп, қазір тұмау қиын, алдын алмаса асқынып кетеді. Сондықтан таныс дәрігеріме апарып келемін қызымды. Бір ем қабылдасын деді анасы. Сонда енесі, мейлі, өзің білерсің, әйтпесе қорқатында ештеңе жоқ қой, деп бейғамдыққа салынып тұрды. Іште баласы бар емес пе? Жүктіліктің алғашқы айында қауіпті болады. Мен де метбекемін, сондықтан білемін деп еркеге киініп дайындал. Қазір дәрігерге барамыз деді. Ерке де дәрігерге дегенге неше күнгі уайымы сейілгендей, иығынан ауыр жүк түскендей қуанып кетті. Жазылатын болдым, ауырғаным басылатын болды деп қуанып, киініп жүр. Ауырған адамға азанда сау оянғанның өзі бір бақыт қой шіркін. Ата-анасы таныс дәрігеріне апарып көрсетті. Тексеріп көріп, асқынып кеткен, тамағының бәрі іріңдеп тұр. Осылай жүре беретіндей не болды? Неге ертерек келмедің? Қазір саған дәрілер, екпелер беремін. Соны салдырып емдел. Анаң сені жүкті деп еді. Менен шыққаннан кейін әйелдер дәрігеріне де көріне сал деп жіберді. Үйіне барса қайтадан шыға алмайтыны анық. Ерке барлық жұмысын анасы барда бітіріп алғысы келді. Әйелдер дәрігеріне көрінді. Ол ультрадыбыстық сараптамаға жіберді. Ол жерде іштегі бала даммай қалған. Дәрігеріне қайта бар. Сол кісіге мына қағазды бересің деп жіберді. Қайтадан дәрігерге барды. Іштегі бала болмайды. Іште жатып даммай қалған. Алдыру керек. Осылай шыдап жүре берсең, ішіңде шіріп кететін еді. Дер кезінде келіпсің деді. Не керек, сол дәрігердің айтқанын жасап, ішін тазалатып үйіне келді. Өзінің дым әлі жоқ. Анасы сүйемелдеп әрең үйге кіргізді. Келе сала ата енесіне болған жағдайды айтты. Қолдау күтіп еді. Қолдаудың орнына әкесі мен анасына тіл тигізіп, тыныш жатқан баланы алдырып келіп отырсың. Әдейі ауырып жатырмын деп шешеңді шақырттың ба? Осы ма еді сенің тілегенің? Баланы әуел бастан алдырып тастау ойыңда болған екен. Сап-сау жүредің ғой, анаңмен ақылдасып жасап отырған тірлігің деп одан сайын сөйлей берді. Еркенің анасы аң-таң болып тұрып қалды. Сосын есін жиғандай, құдағи, не болды? Қызымды түтіп жеп барасыз ғой. Мен қасында тұрғанда осындайсыз. Мен кеткен соң не болады? Біліп сөйлеңіз бірінші не болғанын. Бала керек екен, қаратпайсыз ба? Отырдыңыз ғой үйде ұстап. Енді келіп бала керек болып қалыпты. Менің ашық жарқын қызымды әбден басып бітіпсіз. Не өзінің айтқанын жасай алмайтын, қорқақ біреу қылып бітіпсіз. Өзіңізде де қыз бар, кішкене мейіріммен қарасаңыз қайтеді, деп біраз жерге барып қалды. Ерке, жүр, қалдырмаймын сені бұл үйде. Мен кеткенде сені түтіп жеп қояр. Ана баласы да келіп қосылып жабылмаса, ол да қорғап қала алмайды. Ақыры ұстап тұрған бала жоқ, жүр, кеттік. Киімдеріңді жина. Ертерек беттері ашылған дұрыс болды. Әйтпесе өмір бақи отырар едің осылардың бетіне қарап. Жүр деп киімдерін алып, Еркені ертіп үйден шығып кетті. Артынан аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, қарғап сілеп неше түрлі сөзді айтып енесі қалды. Бірін естісе, бірін естемеген күйі ұзап кете берді. Үйіне қайтып барған Ерке үйден шықпайтын болды.
Қайтып келгенімді ешкім білмесе дегендей тығылып отыратын. Өзіне қарауды да қойды, жата беретін болды. Анасы қызын көрген сайын жүрегі ауырып, қанша өзінің қолдауын білдірсе де еш әсер етпеді. Уақыт зымырап өте берді. Артынан іздеп ешкім келмеді. Тек Жансая хабарласып еді. Тұтқаны анасы алып, бармай енді, ұмытыңдар деді. Содан кейін ешкім хабарласпады. Міне, содан бері 3 жылдың қалай өтіп кеткенін де байқамай қалды. Бүгін анасы жұмыстан ерте келді. Келе салып, қызының бетінен бір сүйіп, саған айтар жаңалығым бар. Аудан орталығына бір кісі келіпті оқытылатын. Енді керемет білет деп отыр. Соған оқытуға апарамын. Ауруханада сені жақсы деді. Мүмкін қазақшылыққа көрсетейін. Мүмкін осы кісіден шипа қонар дейді. Ерке анасының көңілін қалдырғысы келмеді. Жарайды, барсақ барайық деп қалды. Негізі осы уақытқа дейін де қазақшылыққа оқытылған. Бірақ еш өзгеріссіз болған еді. Ана шіркін қалай болса да емі тисе екен деген үмітпен тоқтағысы жоқ. Қай жерде жақсы дәрігер немесе молда кісі бар десе, көңілі елең ете қалатын еді. Өйткені көз алдында солып бар жатқан қызына жаны ашитын. Ертесі таңертең Ерке мен анасы аудан орталығына барды. Емшінің үйін тауып алды. Адам лық толы екен. Емші кісіні күтіп біраз отырып қалды. Бәрі жаны үшін келіп отқаны анық. Іштен шыққандары үміті қайта жанғандай көздері жайнап шыға берді. Мұны көрген анасы да қызыма ем болса екен деп тілеп отыр. Кезек Еркеге де келді. Анасы екеуі ішке кіріп жайғасты. Қызыма не болып жүр, айтыңызшы, деп үлкен үмітпен емшіге қарады. Тамырын ұзақ ұстап, бетіне қарап отырып, біреудің қарғысын алған екенсің деді. Анасы жалт қарады. Кім екенін біліп отыр. Ерке кеткенде енесі артынан неше түрлі бұлапыт сөздерді айтқаны есінде еді. Емші қайта сөзін жалғастырды. Сол қарғыс сенің артыңа келіп қадалып тұр. Содан сенің еш еңсен көтерілмейді. Қарғысты кетіру үшін сол кісілерге барып кешірімін алу керек. Бірақ онда барғың келмейді ғой. Болмаса өзің намазға жығыл да кешірім сұрай бер. Содан жақсы боласың деді. Сенде басқа ауру жоқ, тек осы деп шығарып салды. Үйіне келе салып анасы Құран кітапты Еркенің алдына жайып жіберді. Әзірге қарап жаттай бергін. Ертеңнен бастап менімен бірге оқырсың деді. Анасының да таң намазын оқитыны бар еді. Қалай жығылатынын үйретемін деді. Ертесіне анасы мен қызы намаз оқуды бастап кетті. Ерке үшін таңертең тұру оңайға соқпады. Бірақ жан керек, қинаса да тұратын болды. Бастапқыда еш нәтиже жоқ деп жүрген Ерке уақыт өте өз-өзіне келе бастады. Көз ашылғандай болды. Сенімнің арқасы ма, денесі де жеңілдей түскендей. Уақыт өте өзін өте жақсы сезінетін болды. Өзіне, айналасына қарай бастады. Солай өзінің бұрынғы ашық жарқын қалпына жайлап келе берді. Содан бері 2 жыл тағы артта қалды. Қазір Ерке табысы жақсы жерде жұмыс жасайды. Бірақ әлі жалғыз. Бұрын қиын жағдайды бастан кешірді деп ойламайсың. Қиындықтың бәрін жеңіп, бәрін артта қалдырды. Тек жүрегінің түбінде ғана бұрын тұрмыс құрғанмын деген ой ғана тұрады. Үйленуге ұсыныс тастап жүрген жігіттерде баршылық. Бірақ асығып отырған Ерке жоқ. Ой елегінен өткізіп, барлығын саралап шешемін дейді. Бұрынғы аңғал Ерке қазір есейді. Қазір адамдардың шын бейнесін тани бастаған сияқты. Ата енесі жолдасы туралы мүлдем хабарсыз. Тек Жансаяның тұрмыс құрғанын естіпті. Мен ештеңе демеймін. Біреуге жамандық тілемеймін. Маған көрсеткені үшін жазасын алатыны анық. Бірақ жақсы сөз жарым ырыс демекші, жақсы сөз сөйлейікші, ешкімді қарғамайық. Сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады деген осы шығар. Қарғыстың соңы қалай боларын өзім де көрдім деп отыр.